Бәріңізге сәлем, оқушылар. Бүгінгі бізде өтетін тақырыбымыз редаксиометрия әдісі болып табылады. Редаксиометрия әдістері дегеніміз ол яғни бізде тотықта тұтану әдісінің болып табылады. Тетрадпен анықталатын зат арасында жүретін тотықта тұтану реакцияларының негізделген әдістің бірі. Яғни титірленген тотықыштардың ерітінділері мен тотықсыздандырғыштардың мөлшерін анықтайды. Немесе керісінше титірленген тотықсыздандырғыштың көмегімен тотықтырғыштардың мөлшерін анықтауға көмектеседі. Келесі бізде редаксиометрия әдістерінің жіктелуіне келетін болсақ, яғни олар бізде оксидометрия және редуктометрия деп екіге бөлінеді. Яғни оксидометрия дегеніміз ол бізде калий перманганат, калий дихроматтары жататын болса, редуктометрия әдісі дегеніміз олар бізде яғни аскорбин қышқылы және гидроазин, гидрохинон реакциялары жатады, яғни элементтері. Келесі бізде осы оксидометрияға тоқталатын болсақ, яғни олар бізде перманганометрия, ядометрия, және хроматометрия, бромметрия, ядометрия және ванадометрия деп бөлінеді. Бұлардың яғни әр элементтердің әр бөліктерінде өзіне арналған ерітінділері және индикаторлар болады. Яғни перманганометрияда яғни бізде титрант, калий марганец О4, бұлар бізде индикаторсыз жүрсе, ядометрия әдісінде бізде калий иодиді болып табылады. Ал хромометрия әдістерінде бізде жұмысшы титрант ерітінді ретінде бізде калий 2, хром 2, О7 реакциясы қолданылады. Бромметрияда да яғни калий бромиді, калий бром О3 деген сияқты элементтер қолданылады. Ал келесі бізде редуктометрия әдістеріне келетін болсақ, олар бізде титанометрия, феррометрия және аскорбинометрия деп бөлінеді. Титанометрия дегеніміз яғни бізде титан ерітінділері қолданылады, ал феррометрия ерітіндісі деп айтып тұрғанда, яғни феррум ерітіндісі, яғни феррум СО4 ерітінділері қолданылады. Аскорбинометрия яғни бұл бізде органикалық қышқылдардың қолдануы арқылы жүзеге асады. Яғни бұл жерде бізде титрант С6, Ар8, О6 болып табылады. Келесі бізде тотықта тұтану реакцияларының негізгі ерекшеліктерін айта кететін болсақ, тотықта тұтану реакциясының жылдамдығы бізде төмен болады. Тотықтырғыштар мен тотықсыздандырғыштардан басқа да заттар қатысады. Кейде реакция бірнеше сатыдан жүруі мүмкін, және де олардың әр сатыда әрқандай жылдамдық көрсетуі байқалады. Келесі бізде бағыты өзгеріп отыруы мүмкін, яғни кері бағытта, жанама бағытта немесе тура бағытта жүруі де мүмкін деп айтылған. Келесі бізде редаксиометрия әдісінің реакция талаптарына келетін болсақ, олар бізде реакция талаптар яғни индикатор арқылы және индикаторсыз жүреді. Және де бұлардың бізде әрекет етуші заттардың физикалық параметрлерін тіркеу арқылы анықтауға болады. Және де бізде реакция жылдам жүруіне тиіс болып табылады. Келесі бізде перманганометрия әдісі. Перманганометрия әдісі дегеніміз калий перманганатының титрлеген ерітіндісін тұзын анықтау немесе мөлшерін табу болып табылады. Яғни перманганометрия әдісінде калий марганец О4 қолданылады. Яғни бұл жерде бізде марганец ионының мөлшерін анықтауға және олардың титрант, яғни тұнбаға түспеу жайын түсіндіруге арналады. Және де бұл бізде 7-10 күн бұрын дайын болу керек зертханаға түспей тұрып. Келесі бізде титрлеу қисығы жайлы айта кететін болсақ, тотықта тұтану титрлеу қисығын тұрғызу үшін ордината осінен тотықта тұтану потенциал мәніне, ал абсцисса осінен олар бізде тотықта тұтану, яғни титранттың көлеміне қарай бағытталып жүруі керек. Және бұлардың жүруі, яғни біз эквиваленттік нүктеге дейін, эквиваленттік нүктеге дейін және де эквиваленттік нүктеде деп ішке бөлінеді. Келесі бізде редокс индикаторлар деп, яғни редокс индикаторлар деп жүйенің тотықта тұтану потенциалының белгілі бір шамада өз түстерін өзгерту процесс болып саналады. Яғни реакция жүріп жатқан кезде ол түсін өзгертіп алған жағдайда олар бізде редокс индикаторлар деп аталады. Редаксиометрия әдісінің индикаторлары бізде негізінен екіге бөлінеді, яғни қайтымды индикаторлар және қайтымсыз индикаторлар деп. Яғни қайтымды индикаторлар дегеніміз тотыққан не тотықсызданған түрлерінің түстері қайтадан өзгереді, яғни қайтадан қалпына келе алады. Сондықтан да бұл қайтымды деп аталады. Ал қайтымсыз индикаторлар дегеніміз тотыққан не тотықсыздан реакция немесе эквиваленттік нүктеге түскеннен кейін олардың түстері өзгеріп, бірақ қайтадан қалпына келген кезде олардың түсі өзгермесе, олар бізде қайтымсыз индикаторлар деп аталады. Бүгінгі сабағымыз осы.
сабақта түсінбеген сұрақтарыңыз болса, личкама жазып кетсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет.